Barşаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Мариям, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз будиненің етінен сындай кішкентай гриль жасаймыз. Ол өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге будиненің еті керек, және қызанақ, чеснок, жуа және бұрыш пен тұз керек. Осы заттармен кішкентай гриль жасаймыз. Ең алдымен осы шұңқыр ыдысқа еттерді саламыз, және ұсақтап жуаны саламыз. Чеснокты теркадан өткізіп алдым. Чеснокты саламыз, және туралған қызанақты саламыз, және кішкене бұрыш қосып, 2 ас қасық тұз саламыз. Осылай барлығын жақсылап қысып араластырамыз, кішкене су шығады. Және тауықтың ішіне қызанақ пен жуаны тығыз етіп салып шығамыз, сыйғанша. Және барлығын солай жасап шығамыз. Будине еттерін майонезбен жағып, маринадтап қойсаңыз болады, түнге қалдырып. Енді осылай пешке салатын ыдысқа фольга төсеп, осылай еттерді әдемілеп қойып, жуа мен қызанақты шеттеріне қойып шығамыз. Және фольганы бетіне жабамыз, барлық шетін толықтай. Сосын етті 1 сағат пісіреміз, фольгамен 45 минут, фольганы алып тастап 15 минут пісіреміз. Бұлай піскеннен кейін ол өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы будине етінен гриль жасап, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Сіздермен болған Мариям. Астарыңыз дәмді болсын.